Біз ұшатын кілемімізді ала келдік. Қош келдіңдер. Мен сендерге Қазақстанды толық таныстырамын. Жүріңдер. Біз ұшып барамыз. Дәл қазір біз Елордаға барамыз. Мен сендерге әр жердің әдемілігін айтамын. Мынау бәйтерек. Бұл Астананың символы. Ағаш пішінді мұнараның жоғарғы бөлігі алтын шардан тұрады. Ол елдің арманын білдіреді. Бұл пирамида ресми атауы бейбітшілік және келісім сарайы. Мұнда түрлі халықтар жиналып, мәдени іс-шаралар, келіссөздер өтеді. Мынау Көктөбе Алматының ең көрікті жері. Мұнда қаланың барлық көрінісі ашылып көрінеді. Табиғат, тауы мен қала үйлері. Бұл Шымбұлақ тауы, Қазақстанның әйгілі таушаңғы курорты. Қыста мұнда әлемдік жарыстар өтеді. Қар шынымен аппақ. Бұл Көлсай көлдері, таулар арасында орналасқан. Суы таза, көрінісі айнадай. Табиғатты сүйетін адамдар үшін тамаша. Бұл Қайыңды көлі. Су астында қайың ағаштары өскен ерекше көл. Табиғат сиқырына толы, күл шарын шатқалы, қызыл жартастар, ертегі қамалдары сияқты. Таулар мен шатқалдардың әсемдігі табиғаттың ғажайыптарын көрсетеді. Бұл Бурабай орманы мен көлінің үйлесімі керемет тыныштық береді. Жазда серуендеуге, балық аулауға болады. Мұнда демалғың келеді? Бұл Каспий теңізі. Қазақстанның батыс жағалауындағы алып теңіз, ширек ашық. Суы тұщы емес, бірақ өте керемет көрініс береді. Бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Қазақстандағы ең тарихи орындардың бірі. Мұнда көптеген адамдар дұға етеді, қажылыққа келеді. Өте әсерлі. Қазақстан керемет. Біз тағы келеміз. Мен сендерді тағы да күтетін боламын. Әрбір жердің әсемдігін толық көрсеткім келеді.